Сәлем, құрметті көрермендерім, Әсем гүлдер каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі түсірілімдерде сіздерге ауламдағы гүлдерім туралы айтамын. Гүлдерді мен жыл сайын өте көп көлемде егемін, және де әртүрлі гүлдерді егемін. Мысалы, тек қана петуния емес, бақытсый, және тағы басқа сияқты гүлдерді өте көп егемін. Енді сіздерге көрсететінім, ең бірінші бастайын, қандай гүлдерден бастап. Кейбіреуін білсеңіздер, кейбіреуін білмейсіздер. Енді сұрақтарыңыз болса, астына жазып, қандай гүл туралы сіздерге толығырақ айтқаным жөн, соны айтарсыздар. Ең бірінші сіздерге көрсетейін, міне қарап тұрсаңыздар, міне бірінші рет өсіріп тұрмын биыл, кацания деген гүл. Бұның ерекшелігі, күн шыққан кезде мынау жайлап бастап ашылып бастайды. Міне көріп тұрсыздар, ашылып бастап жатыр. Кеше жаңбыр болғандықтан бұл жауып тұрған. Ал егер күн бұлтты болып, мысалы кешке таман болса, мынау қайтадан жабылып қалады. Яғни аржанда тұр ғой, міне сондай сияқты болып тұрып қалады. Яғни күн шығып жатқандықтан міне жайлап бастап ашылып жатыр. Өте әдемі гүл. Яғни кактустың гүліндегі гүлдер сияқты. Біріншісі кішкене жайрақ. Бұны мен қаңтар айынан бастап өсірдім. Содан бастап не гүлдеп тұрғаны, яғни қанша айдан кейін гүлдейді. Кішкене гүлдеу ұзақта өте көптеу, бірақ дегенмен өте әдемі гүл. Соның тағы біреуі, қараңыздар, міне картарзис. Бұл цинералия деп аталады. Бұны да сондай өте шығу ұзақтығы өте көп, жай өседі мықты. Бірақ бұның ерекшелігі бұдан бұл гүлдемейді, яғни осы картарзис болып шыға береді. Бұның ерекшелігін көріп тұрсаңыздар, міне өзі көріп тұрғандай, яғни түсінде және де жапырақтарының несі картарзис, яғни мынау шыққан сайын уже ағарай береді, яғни күннің арқасында ағарады. Егер күн болмаса, міне көріп тұрсаңыздар, кішкене жасыл сияқты болып тұр, яғни күннің арқасында ғана бұл ағара бастайды. Міне қырсаңыздар, ішінде жасыл түсі шығып тұр. Яғни бұл шыққан сайын міне осындай болып әппақ болады. Өте керемет гүлдердің бірі. Гүлдеп айтатын себебім, бұл гүл қатарына жатады. Гүлдемесе де өте әдемі. Аржан барлығында қоршап істедім. Қазір келесі гүлдердің тағы бірі, бірақ әлі гүлдеген жоқ. Міне көріп тұрсаңыздар, бұл циния деп аталады. Яғни цинияның жасыл түсі өте әдемі. Ертең сіздерге гүлдеген кезде көрсететін боламын. Келесі міне қарап тұрсаңыздар, бұл барқытсый гүлі. Барқытсыдың яғни сары түсі. Бұны да мен жыл сайын барқытсыды егемін. Бұның әртүрлі түстері бар. Бұл өте бойы кішкентай болады, 10-15 сантиметрдей. Бірақ дегенмен жаңағы өзінің түсі өте адуанчик сияқты өте әдемі болып тұрады. Және де міне қарап тұрсаңыздар, бұл биыл ектім, бір аты өте кішкене қиындау, кариопсис деп аталады. Жапырағы укроп тәріздес мынандай. Бірақ өте әдемі, қарап тұрсаңыздар, әртүрлі түстері бар. Өте күшті, міне шап-шағын болып тұрады. Аулаларыңыздың қасына ексеңіздер өте әдемі. Бұйыртса осы гүлдердің барлығында тұқымдары болады. Және де міне көріп тұрсаңыздар, астра гүлі. Астра гүлдер әлі білесіздер, күзде ғана гүлдей бастайды. Міне бұлар күзде ғана гүлдеп бастайды. Және мынандай барқытсый биік түрі, сары түсі. Ертең гүлдеген кезде тағы да бір рет көрсететін боламын. Мен тағы біреуін сіздерге барқытсыйдың біреуін көрсетейін. Бұл барқытсый қазіргі кезде жаңағы сарғылт түсті, яғни оранжевый деп атайды ғой. Сондай түсті, міне және сары түсті көріп тұрсаңыздар, екеуі де бір гүл болып саналады. Бұның ерекшелігі ең бірінші шыққан кезде қып-қызыл түсті болады. Содан кейін осындай сарғылт түсті болады. Ең соңында мынандай түсті, сап-сары түсті болып, жаз бойы 3 күнге енеді екен. Бұл барқытсыйдың ерекшелігі сондай. Және де мынандай мальва деген гүл бар. Бұл өте әдемі, многолетний деп аталады. Яғни бұл жыл сайын қоңыздар балына қызылады. Яғни бұны өздігінен көп жылдық гүлдердің бірі деп атауға болады. Яғни бұл жыл сайын өзі шығады. Мен көріп тұрсаңыздар, мына жерде барлығы да жаңағы қызғылт түсті. Мен көріп тұрсаңыздар, яғни басқа түстері де бар. Қазір көрсетемін сіздерге. Бұны тек бір рет егіп қоясыздар, одан кейін екпейсіздер. Бұның да тұқымы болады бұйыртса. Тағы бір гүлдің бірі биыл екенім. Бұл өте ұсақ, бірақ қарап тұрсаңыздар, өте әдемі. Бұл инанга деп аталады. Мен қарап тұрсаңыздар, андай өте гүлдеп тұрды. Міне кеше жаңбырдан кейін бар гүлдер түсіп қалған өтем. Кішкене мынандай болып, барлық жерінде өте толып тұрған болатын. Мына сарғылт түсі, әртүрлі түсі бар. Өте әдемі. Бұны да жапырағы укроп тәріздес. Бұл бір жақ жері, бұны майда егіп тастасаңыздар да, бұл уже июньде гүлдей бастайды. Яғни өте қысқа уақытта гүлдейді, сол жермен өте күшті. Келесі сіздерге көрсететінім бұл урсиния деп аталады. Урсинияның да бір жақ жері өте тез гүлдейді екен, сол жерім алынады. Бұны да жапырағын көріп тұрсаңыздар, укроп тәріздес. Мындай түсті, сарғылт түсті, яғни оранжевый деп аталады. Ромашка тәріздес, өте әдемі.
Ең бірінші ашылған кезде де жапырағы осылай түсіп тұрады екен. Содан кейін көтеріледі. Және де солған кезде де жапырағы қайтадан кейін қарай түсіп кетеді екен ерекшелігі. Өте әдемі. Мысалы кішкентай горшоктерге егіп қойсаңыздар өте әдемі болып тұрады. Және де оны ар жағында қазір сіздерге көрсетіп жіберейін. Міне қарап тұрсаңыздар. Қазір міне көріне ме, сіздерге көрінбей ме? Гелия деп аталады. Бұл әлі дұрыс кішкене гүлдеген жоқ, бірақ дегенмен бастап жатыр енді гүлдеп. Бұның гүлі міне басында мынандай жасыл болып тұрады, содан кейін барып мындай болып бәрі ашылып бастайды. Гелия деп аталады, өте әдемі гүлдердің бірі. Және де міне қарап тұрсаңыздар, настурция деп аталады. Настурциялар әлі гүлдеген жоқ, енді бастап күшке еніп жатыр. және де міне душистый гаушек енді шығып жатыр олар. Ертең гүлдеген уақытта бұйыртса көрсететін боламын. Қарап тұрсаңыздар, бұл жемішкі, яғни бұл декоративный жемішкі деп аталады. Яғни әдемілік үшін өсіретін жемішкі. Мына жерде қарасаңыздар, бұл итмұрын, роза тәріздес итмұрын. Көріп тұрсаңыздар, міне ақ түсті гүлдейді, және де қызыл түсі бар, міне қызыл түсі енді ғана оянып жатыр. Және де міне қарасаңыздар, жаңа көп жылдық гүлдердің бірі міне мальва, розовый түсі бар, міне ашық түсі бар, және де ақ түсі бар. Және де міне мынандай түстері бар. Өте әдемі, көріп тұрсаңыздар. Барлығында енді бұйыртса несі болады. Соның астында міне бұл циния гүлі, қарап тұрсаңыздар, енді бастап бәрі гүлдеп жатыр. Бұның ішінде әртүрлі түстер міне енді ашылып жатыр, қарап тұрсаңыздар. Мысалы, жаңа оранжевый түстес, қызғылт түстес. Яғни өте әдемі, ірі болып шығады гүлдер, мынандай шапка тәріздес болып, өте ірі болып тұрады екен. Міне көріп тұрсаңыздар, кеше жаңбырдан кейін кішкене түрлері онша әдемі емес, бірақ дегенмен көріп тұрсаңыздар, міне петуния, бұның барлығын білетін шығарсыздар енді. Бұл петуния гүлі. Оның қасындағысын енді кішкене ауыстыру керек, кішкене ауыңқырап тұр. Бұны ауыстырып, басқа жерге, топыраққа ауыстырып отырғызу керек. Мына жерде гвоздика, бұл гвоздика енді ғана кішкене күш алып кетіп жатыр, себебі күнге кішкене көптен бері үйренбей, оның астында міне героинді білетін шығармыз, барлығымыз героин. Сондай бұлар енді гүлдеп үлгереді, әлі ерте, жақында ғана отырғызғанмын. Мына жерде қарасаңыздар, бұл лабелия деп аталады. Бұл лабелия мен былтырдан бері тұқымда еккен жоқ. Жыл сайын өзіне өзі осы горшокта жоқ өзіне өзі шығады. Өте әдемі, яғни жерге бүйтіп түсіп тұрады әбден. Бұны тағы қиып тастап, қайта жаңартуға болады. Кішкене сәл істегеннен кейін барлығы қурап болғаннан кейін жаңартып қайтадан жаңартсаңыз, қиып қайта жаңарып шыға келеді. Мына жерде көрсеңіз, бұл сальва гүлі деп аталады. Қарап тұрсаңыздар, өте әдемі. Күлгін түсті, өте әдемі. Оның қасында міне сіздерге қазір көрсетейін. Ана мальваны биыл еккен болатынмын, биыл гүлдемейді, келесі жылы гүлдейтін болады бұйыртса. Және де циния. Бұлар енді ғана шығып жатыр. Және де мына сальваның ақ түсі де бар, міне көріп тұрсаңыздар, өте әдемі, бұйыртса тұқымдары болады. Міне ыдысқа да еккен болатынмын, жабағысы өте әдемі, көріп тұрсаңыз, мына жерде үш жуыны еккен болатынмын. Мына жерде де көріп тұрсаңыздар, петуния. Бұл жерде бір өзі мынау петуния көріп тұрсаңыздар. Және оның қасында міне катаранс деген гүл бар. Өте әдемі, қараңыздар, қанша гүлі өпіркен. Сол басының арасында міне гелия өсіп жатыр, олай кішкене күші енген жоқ. Бірақ қанша дейін петуния өзінің несін күшін алып, қанша дейін жауып тастап тұр. Міне қараңыздар, катарантус. Және де міне ширекте өсіп тұрғаны бар. Міне ақ түсте бар, міне қарап тұрсаңыздар. Өте керемет. Және де кеше жаңбырдан кейін түрлі бәрі онша емес болып кеткен, дегенмен де әдістеймен күшке енеді деп ойлаймын қайттан. Мынандай солып қалған гүлдер болса, петунияларды алып тастаңыздар, себебі олар бүкіл күшін алып кетеді да дұрыс өспей қалады. Міне қараңыздар, енді мына жерде мен барлығын ретке келтіруім керек. Арам шөптен жұлып, қанша дейін кеше жаңбыр жауасын, өте оңай. Өте оңай жылынады. Міне өзім еккендерін барлығы гүлдеп жатыр. Және де сіздерге өткенде көрсеткен видеомда жаңа петуния қалай жаңа қиып тастаған болатынмын. Сол петунияны қазір көрсетейін. Міне қарап тұрсаңыздар, өте жаңарып, қайттан жаңадан бастап міне шығып жатыр. Көп уақыт өткен жоқ, бірақ қанша көріп тұрсаңыздар, міне гүлі де өте жаңарып күшті болып қалды. Қарап тұрсаңыздар, яғни гүлдің барлығы толып шығып, міне қайттан жаңарып жатыр. Міне өздері оларды көп істеудің қажеті жоқ. Мына ыдыстағылар болса, осылай қиып тастасаңыздар, осылай жаңарып күшті жаз бойы сіздерге гүлдеп тұрады. Және де міне қараңыздар, героин гүлі төбеде іліп қойдым. Өте әдемі. Суды көп қажет етпейді, бір жақсы жері.
Соңғысы жаңағыдай петунияға міне. Міне герань гүлдері міне бастап гүлдеп жатыр. Міне сары жапырақтар болса алып тастаңыздар. Түрін онша әдемі қылмайды, сол себептен алып тастасаңыз жөн. Және де міне бальзамин гүлі. Міне герань ақ түсі бұл. Тағы көрсетсем міне катарантус. Катарантус тоже өз тұқымынан екемін жыл сайын бес тұқымы болады. Өте әдемі, бұл әлде де былай шапқа болып өте гүлдейді. Және де міне герань. Гераньді мына өліп қалған неден керек емес, алып тастаңыздар. Және де міне тағы да катарантус. Мына петуния өте жақсы. Гүлді өте көп жақсы көремін, жыл сайын егемін. Үйдің гүлдерінде, сырттың гүлдерінде көбісі ойлайды мысалы, гүлдің не пайдасы бар деген сияқты. Ештеңе өнім бермейді деген сияқты. Бірақ та адамның ол гүл ең бірінші адамның көңіл күйін көтереді, өмірін ұзартады. Көңіл көтермесін әрине ең бірінші. Сол себептен бастап сіздерге айтатыным, гүл егуге тырысыңыздар. Гүл әлемді құтқарады, әдемілік әлемді құтқарады деген сияқты. Сол себепті гүлді өсіріңіздер барынша. Петуния өсірмесеңіздер де мысалы бір жылдық гүлдер бар, жаңағы синия сияқты, мысалы тақы мысалы қиналсаңыздар, жаңағыдай көп жылдық мысалы мальва гүлін өсірсеңіздер жыл сайын өте шығады. Розаны айта алмаймын, сен розаны күтімі қанша демей керек болады. Алматы облыстарында өте розаны өсіруге болады әрине. Біздің жақта роза өте күтімді көп қажет етеді. Сол себеп бізді көбінесе мен бір жылдықты өсіремін, бір жылдық гүлдерді. Солай видеом ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Қай гүлдің тұқымы керек болса оны да почтаға жазыңыздар. Сау болыңыздар.